Бүгін президентіміздің ресми саяхаттың аясында екі үлкен ақш-тың институтымен кездесу өткізілді. Біріншісі атақты Смитсон институты. Болашақ бағдарламасының аясында енді атақты Смитсониан институтының негізінде антропология, тарих, мәдениеттану, дінтану, басқа да мәдениеттануға түрлі салаларында тағылымдамалар ұйымдастырылатын болады. Келесі жылдан бастап арнайы тағылымдама бағдарламасы ашылады. Бұл ғылыми қызметкерлерімізге, мәдениеттанушыларымызға, антрополог, тарихшыларымызға ең терең тарихи зерттеулерді осы институттың негізінде өткізуге мүмкіндік береді. Екінші үлкен кездесу атақты ETS, Education Testing Services, 80 жылдық тарихы бар ең ірі тест жасайтын және тестологияны зерттейтін ғылыми орталық. Қазіргі таңда біздің ұлттық бірыңғай тестілеудің сапасын күрт өзгерту, мазмұнын толыққанды қарастыру осы ең ірі, ең атақты тестология ғылыми орталығымен жұмыс атқарылатын болады. Келесі айда үлкен зерттеушілер делегациясы Қазақстанға келетін болады. Осы жұмысты біз жүйелі түрде атқаратын боламыз.